Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Видеомыздың тақырыбы йод сеткасының пайдасы мен әсері туралы болмақ. Йод сеткасының пайдасын айтпастан бұрын йодтың пайдасын біліп алған жөн. Менің каналымдағы йодтың пайдасы туралы видеомды көре кетіңіздер. Сілтемесін астына қалдырып өтем. Кез келген үйдегі дәрі қорапшасында йод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал йод тамшыларын бұдан басқа да көмегі көп, қолдану аясы кең. Йодтың тыныс алу жолдарының ауруларындағы көмегі. Йод ерітіндісін қолдану суықтап аурудың жиі қайталана беруінен құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіруді, сауығуды тездеп жазады екен. Ол үшін мұрын бітіп суаға бастағанда алғашқы сәттерден мұрын айналасына жұқалау етіп йод жағып қойыңыз. Құрғақ жөтелдегі йодтың пайдасы. Одан тезірек құтылу үшін йод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғарғы тұсына жасаймыз. Мұны абайлап, жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да болады. Әсері жақсы. Варикоз кезіндегі пайдасы. Тамырлардың варикозды кеңею кезінде йод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарында қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жасаңыз. Оны жұқалап жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда йодтың терапиялық әсерін ісінудің азаюымен және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартуымен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуы да төмендеуі байқалады. Көгеру және жарақаттағы пайдасы. Йод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді. Ал йод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау керек. Ал йодпен емдеу бір күннен кейін басталады. Егер инъекция орнында көгеру пайда болса, йод торын сол заматта қолдануға болады. Буын мен арқалардағы ауырсынудағы пайдасы. Көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырғышы жұмыс салдарынан желке құрысып, арқа бұлшық еттері тартылып ауыра бастайды. Йод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Аптасына 3 рет омыртқаның бойы мен мойыннан бел тұсына дейін тік сызықтар жасаңыз. Йод торы тым қалың болып кетпесін. Әр кеш сайын ұйқы алдында ауыратын буындарға жұқалап йод торын жасауға болады. Ол қабынған буындардың ауырсынуын басады. Буын ауруының асқынуын тежейді. Ескеретін жайт, йод торын таза құрғақ теріге мақта тампонымен жеңіл қозғалыстармен жұқалап жағу керек. Сызықтар арақашықтықтары кемінде 1 см болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпеу керек. Йод ерітіндісі ашық жаралар мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс, сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрекпен қалқанша безі маңына үстіне жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, йод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені йод олардың терісін күйдіріп жіберуі мүмкін, нәзік тамырларына зиян келтіреді. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын йодқа төзімділік сынағын өткізуі керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана йод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, онда қорықпай йодпен сурет сала беріңіз.